Білім алушылар, бүгін Семей полигоны тақырыбында экологиялық сабағымызды өтейін деп отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға Семей полигонын зардабы туралы деректерді біліп, арнайы бейне сабақты тамашалау. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласы Егемен Қазақстан газетінде жарияланды. Сол мақалада Қасым-Жомарт Тоқаев осы биылғы 2021 жылы аталып өтілетін ең үлкен іс-шараларға тоқталып кетті. Соның бірі 1991 жылы жабылып, бүкіл әлемге Қазақстанды бейбіт сүйгіш ел ретінде танытқан Семей полигонын жабылғанына биыл 30 жыл толып отыр. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын арнайы әзірлеп бейне сабақты қараймыз. Алғашқы ядролық қару 1949 жылы 29 тамызда Семей полигонында сынақтан өтті. Жарылыс темір жолды қиратып, вагондар мен машиналар 50-80 метр қашықтыққа ұшып кеткен. Тұрғын үйлердің ешбірі сау қалмаған. Соққының күшін сынау үшін қойылған танкілер майысқан металлға айналған. Осылайша сынақтан өткізілген бомба жойқындығы бойынша америкалық бомбадан әлдеқайда асып түсті. 1951 жылы уран бомбасы, 1953 жылы әлемде тұңғыш рет қуаттылығы 50 килотонна болатын сутегі бомбасы да дәл осы Семей жерінде жарылды. Сынақ жүргізілген жерлерде радиация деңгейі өте жоғары деңгейге жетті. Ядролық зарядтардың қосынды қуаты бүкіл әлемді шулатты. Бүкіл әлемді шулатқан Хиросимаға тасталған бомбадан 2,5 мың есе артық еді. Жалпы полигондағы сынақ 40 жылға созылады. Қазақ жерінде 456 ядролық жарылыс жасалды. Расымен, бұл сынақтар елімізге ұшан теңіз зардабын тигізді. Жергілікті халық белгісіз ауруларға ұшырап, қайтыс бола бастады. Радиацияның кесірінен дүниеге келген сәбилер генетикалық мутацияға ұшырады. Жылдар бойы халыққа зардабын тигізген полигонның жабылуын халық аңсады. 1991 жылы КСР басшылығының келісімінсіз полигонды жабу мәселесі талқыланып, парламент сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев жауапкершілікті өз мойнына алып, тәуелсіздік ала сала 1991 жылдың 29 тамызда Нұрсұлтан Назарбаев жарлығымен Семей полигоны жабылды. Әлем тарихында тұңғыш рет мемлекет ядролық қарудан бас тартты. Бұл жұмыс оңай болған жоқ. Бірқатар державалар ядролық қарудан бас тартпа деп үгіттеді. Тіпті Мәскеу жерге көмілгендерін жаруға рұқсат сұрап, қайтарымына 6-9 миллиард доллар ұсынды. Бірақ президент Назарбаев ақш, Ресей, Франция Қазақстанның территориялық тұтастығына күш қолданбауға міндеттелді. Бүгінде біздің Қазақстан ядролық қарусыздану мәселесінде бүкіл әлемге үлгі болып отыр. Батыл шешім қабылдай алған ел ретінде тарих сахнасында орын алды. Ал оқушылар, деректі фильмді қарап болсақ, арнайы бейне сабақты. Ендігі кезек осы Семей полигонын жабылғанына орай әрқайсымыз тарих, география, физика, экология тұрғысынан баға берсек. Сонымен оқушылар кім бастайды? Мен осы бүгінгі тақырып бойынша тарих тұрғысынан баға беріп, өз пікірімді айтқым келіп отырмын. Семей полигоны КСР министрлігі бойынша Кеңес үкіметі 1947 жылы 2 тамызда осы Семей полигоны жарылсын деген қаулы қабылданады. Сөйтіп 1948 жылы осы Семей полигонына әскерлер, құрылысшылар жібере бастайды. Ал 1949 жылы 29 тамыз күні осы Семей полигоны жарылыс болады, үлкен бір жарылыс болады, оны барлығымыз білеміз. Сол жарылыста бұл Қазақстанға КСР-ның айыппай шабуыл жасаған соғысы деп атасақ та болады, үлкен бір жарылыс болады. Бұл жарылыс қазіргі күнге дейін әлі де бізде апатты оқиғалар болып жатыр. Осы жарылыста 40 жыл бойы бізде зардабын тигізіп жатыр осы жарылыс бізге. Жалпы Семей полигон туралы физикалық тұрғыда айтып кететін болсақ, бұл полигон
жалпы 1949-1953 жылдар аралығында болған бұл зардап Толон, Саржал, Қайнар, Қарауыл елді мекендерінде байқалған екен. Соның ішінде 150-130 радиан сағат, рентген сағат көлемінде байқалған екен. Және нақтырақ айтатын болсақ, нақты деректерге сәйкес 248 рентген сағатқа көрсеткен екен. Және де кейіннен бұл зардап Толон жерінде 248 радианды көрсеткен екен, ал Қайнар өлкесінде 220 радианды, ал Саржал өлкесінде 260 радианды көрсеткен екен. Жалпы айтып өтетін болсақ, бұл Семей полигоны Қазақстан аумағында 50 мега тоннаны құрайтын 246 жарылыс болған екен. 8732 шақырым құрайтын бұл Семей полигоны орналасқан жері бұрынғы Семей, Павлодар және Қарағанды облыстары. Осы аймақта шоғырланған қазақтар 200-250 шақырым аулаққа көшіріліп, әрқайсысына 50 бұрынғы 500 сомнан берілген екен. Осы полигонда алғашқы 14 жылдың ішінде сутек, плутон және де тағы басқа да жарылыстар болды, және де ол жарылыстарда сақтық шаралары қолданылмады. Яғни көптеген жерлерге зардабын тигізе бастады. Оның өзінде айта кететін болсақ, 1987 жылы 120 килотоннадан 150 килотоннаға дейін айқын жарылыстар бола бастады. Яғни ол жарылыстар жақын орналасқан аудандарды айтпағанның өзінде Семей қаласына 450 микрорегенттік жарылыстар әкеле бастады. Семей полигонының ықпалы осы көші-қон кезінде өте қатты ықпал етті. 1990 жылы осы Семей полигоны Семей облысынан 32,4 мың адам сыртқа қарай қоныс аударса, ал 32,7 мың адам осы Семей полигонынан көшіп кеткен болатын. Яғни өздерінің тұрғылықты жерлерінен басқа жерге көшіп кеткен. Тек 1990 жылы осы облыс ішінде 18,9 мың адам осы Семейге қарай, сыртқа қарай қоныс аударса, 12,9 мың адам Семейге қайтадан келген болатын. Бұл облыс ішінде. Ал Қарағанды облысының екі құдық ауданында адам саны әлі де өте қатты азайған. Сабағымыз аяғын осы бір әнмен аяқтағым келеді.